Жесір қалғанына 4 жыл өтті. Баян үшін өмір көз алдына тұнжыраған 4 перзентінің бейнесінен ғана тұратын. Күйеуі жол апатынан қаза тапқанда, кенже қызы енді ғана еңбектеп жүрген еді. Сол күннен бастап ол әйел ғана емес, ер де болды, ана да болды, әке де болды. Бірақ әйел боп бола алмады. Оның жүрегіндегі бос кеңістікке ешкім де, ештеңе де толтыра алмады. Бір күні ол базардан қайтып келе жатқан. Қолында азық толы пакет, ойы балалардың кешкі асы. Автобус аялдамасына жақындай бергенде бір таныс дауыс естілді. Баян, бұл расымен сен бе? Жүрегі шым ете қалды. Айналып қараса, қарсы алдында мектептегі алғашқы махаббаты Арман тұр. 15 жылдан соң алғаш рет жүздесіп тұр. Көздері бір-біріне қадалған сәтте, бұлыңғыр өткен күндер қайта жаңғырып кеткендей болды. Арман, деді Баян сыбырлай. Даусы дірілдеп шықты. Олар ұзақ сөйлесті. Қаланың шетінде орналасқан шағын кафеге кірді. Шай ішіп отырып естеліктерге толы кешті бастан өткерді. Арман да отбасылы екен. Бірақ әйелімен араз, сезімсіз некенің тұтқыны боп жүргенін айтты. Баян оны аяды. Сөзіне, көзіне, тіпті жанарындағы отқа сеніп қалды. Кеш аяқталғанда Арман оған қолын созып, ертең қайта кездесеміз бе? Деді. Дауысы жұмсақ, қалау толы. Баян біраз үнсіз отырып, басын изеді. Осы сәтте жүрегінде өшкен сезім қайта маздағанын өзі де байқамай қалды. Сол түн алғаш рет төсектен жылап оянбаған түн болды. Ертесіне ол балаларына ыстық тамақ беріп, құшақтап қоштасып, тез келемін деді де, есікті сыртынан іліп, тағы да сол аялдамаға бет алды. Екінші бөлім, тыйымның тәтті түнегі. Қаланың шетінде орналасқан қонақ үйдің терезесінен көшенің сары шамдары сыздықтап түсіп тұр. Қарапайым, бірақ шымылдықтары жабылған бөлме бір түнге ғана арналған жасырулы мекенге айналды. Баян есіктен кірген бойда жүрегі дүрсілдеп, өкініш пен құмарлық арасында шайқалып тұрғанын сезді. Арман оған жақындап келіп, жай ғана білегінен ұстап. Қорықпа, бұл екеуміздің ғана шындығымыз, деді. Даусы сенімді, көзқарасы отты еді. Баян бір сәтке балаларын, үйін, кішкентай Әминасының тәтті күлкісін ойлады. Бірақ дәл осы сәтте оған әйел ретінде өз қадірін сезіну, қайта тірілу қажет еді. Ол осыны ақтап алғысы келді. Киімдері үнсіз жерге сырғып түсті. Екеуі үнсіз ұғысып, тілсіз түсіністі. Арманның ыстық демі, балғын ерні, албырт қолдары, бәрі де Баянның жүрегінде жылдар бойы суып қалған әйелдік отты қайта тұтатты. Ол өзін еркін, қалаулы сезінді. Ешкімнен, ештеңеден ұялуға зауқы соқпады. Сол түні Баян өзін алғаш рет тірі адамдай сезінді. Жаны өліп, тәні тіріліп кеткендей болды. Құмарлық пен қиял шырмауында еріген сәттерден соң, олар бір-бірінің иығына сүйеніп үнсіз жатты. Арман, сен мені сағындың ба, Баян? Мен өзімді сағындым, Арман. Ол осы сөздерді айтып тұрып, көкірегін ашы бір өкініш кернегенін сезсе де, оған бой бермеді. Таң атқанша Арманның құшағында қалып, балаларын да, арын да өткен өмірінде ұмытты. Сол түні үйдегі төртеуі түнде оянып су сұрап жылаған сәтте, есіктің сыртынан тек үнсіздік естілді. Қапаста отырған балапандар ана мейіріміне зәру еді, ал анасы құмарлықтың құрсауында. 3 бөлім, үнсіздік құшағындағы балапан үміт. Анашым, қашан келесің? Деді Әмина, 4 жастағы кенже қыз, есікке телміре қарап. Анамыз бізді ұмытып кеткен жоқ, деді үлкені аяулым, жасы 12-де еді. Бірақ қазір ол інілері мен сіңілісіне екінші ана. Қолында бір табақ кеспе. Газ плитасын қосып әкесінен қалған ескі шәйнекті ысытып жүр. Анасы тек тұтатпа деп қатаң ескерткен. Бірақ қарын аш. Кішкентайлар жылап отыр. Солар үшін батыл болуға тырысты. Баян болса сол кезде қалада Арманмен екінші рет кездесіп, жаны тәнімен араласып, әйел боп гүлдеп жүргенді. Қонақ үйде, терезесі ашық бөлмеде, өзі де, санасы да шекарадан өтіп кеткенін мойындамай, екінші рет құшаққа түскен. Арман мен қазір бір түрлі қорқам, деді ол құшақтасып жатып. Бір түрлі сезім, бақыт пен қорқыныш араласқан. Сен өмір сүріп жүрсің, Баян, тек енді өзің үшін. Ол сөздер тәтті естілсе де, іштегі тұншығып жатқан бір дауысты өшіре алмады.
Балаларым бір сәтке ойласа да арманның құшағына қайта сүңгіп кетті. Ол құмарлықты сағынған, әйелдігін сағынған, ең бастысы өмірден дәм татқанын сағынған еді. Ал осы кезде аяулым еденге жайылған көрпенің үстінде кішкентайларын айналасына топтап ертегі айтып отыр. Ертеде бір ана болыпты. Ол балаларын жақсы көріпті. Бірақ бір күні ол орманға кіріп адасып кетіпті. Сосын не болыпты? Деді інілері. Аяулым үнсіз қалды. Жалғастыра алмады. Себебі өзі де жалғасын білмейтін. Сол түні газдың иісі үй ішіне жайыла бастады. Плита толық сөнбей қалған. Бірақ терезе ашық еді. Тек бір сәтте қатты жел тұрып, терезені тарс жауып кетті. Ал иіс ішке тұншықты. Көрші үйде тұратын кемпір мұрнына газдың иісі келгендей болғанын айтып, терезеден қарап, қараңғы үйді көріп, жүрегі дүрсілдей бастады. Ол иісі қағып көрмекші болды. Бірақ түн ішінде мазалауға ұялып қалды. Ертең бір көрермін деді де, жарығын өшіріп жатып қалды. Бұл шешім оны кейін өмір бойы өкінішпен мазалайтынын ол білмейтін. 4-ші бөлім, жарылыстан бұрынғы жұмақ. Түн тыныш. Қала тым-тырыс. Қараңғылық үйлерді жұтып, көше шамдары сары мұңмен жымыңдайды. Жарылыстан бұрынғы соңғы түн. Ешкім білген жоқ, бұл балалар үшін соңғы тыныш түн екенін. Ешкім. Аяулым кішкентай Әмина мен егіз інілерін құшағына басып көрпеге орап жатқызды. Бүгін олар тек кеспе ішті. Қалған тамақ тоңазытқышта болған, бірақ кішкентайлар тоңазытқыштың есігін аша алмады. Қолдары жетпеді. Үлкені ғана қолдан келгенін істеп бағуда. Үй суық. Газ әлсіз ғана шиқылдап тұр. Плитаның астынан жылу шықпайды. Ертең анашым келеді. Шоколад пен самса келеді деді. Аяулым ішінде бір қорқыныш барын сезсе де, іні қарындастарын жұбатқысы келді. Әмина оның мойнына оралып, анашымның иісі сенен шығады деді. Дауысы мейірімге, сағынышқа толы еді. Сол түні Баян тағы да Арманмен бірге болды. Бірақ бұл жолы өзгеше. Арман, екеуміз бәрін бастан бастайық. Мына қалада бір үй жалдап бақытты болайық деді. Баян алғаш рет шошынды. Құмарлықтан кейінгі тұман ашылғандай болды. Ал менің балаларым ше? Сенің өмірің ше? Бұл сұрақ Баянның жанын қақ айырып түсті. Бір сәтке бәрінен бас тартып Арманмен бірге кетіп қалғысы келді. Бірақ ана жүрегі ішінен жылап тұрды. Ол асығыс киініп такси тоқтатып үйге қарай бағыт алды. Бірақ дәл сол сәтте, дәл сол мезетте бүлк еткен жарылыс қаланы солқ еткізді. Газ, пеш, жылу, қателік, тұншыққан бөлме. Балалардың сәл ашық терезесі жабылып, иіс іште тұнып қалған. Содан соң бір ұшқын. Көрші кемпір терезе түбіне жүгіріп шығып, Құдай сақтасын. Ана жерде бірдеңе жарылды, деп айқайлады. Аяулымның ертегісі аяқталмай қалды. Әминаның анашым деген соңғы сыбырлы даусы от ішінде жоғалды. Үй күлге, 4 періште көкке ұшты. 5-ші бөлім, күлге айналған кешірім. Такси тоқтады. Жүргізуші көзін ала алмай алдыңғы терезеге қадалып қалған. Баян да қарады. Жүрегі сол сәтте тоқтап қалғандай болды. Өзі тұратын аула алапат өрт пен түтіннің ортасында. Қара шоғырлы түтін аспанға көтеріліп, жедел жәрдем, полиция, өрт сөндірушілер шулап жүр. Қараңғы түннің ішінде көк пен қызыл жарық жанып аласұрған әлемге айналған. Баян есі ауып түсе жаздады. Таксиден түскен бойда, балаларым, деп жанұшыра айқай салды. Оның даусын көршілер де, өрт сөндірушілер де естіп, бір сәтке бәрі үнсіз қалды. Кемпір келіп, есігің ілулі болды, қызым. Біз кіре алмадық. Іште газ деді де, өзінен өзі жылап кетті. Баян шалынып сүрініп аяғындағы өкшелі аяқ киімін тастап күлге қарай жүгірді. Бірақ оны тоқтатты. Полиция формасындағы жігіт. Ішке кіруге болмайды, деді қатты үнмен. Менің балаларым іште 4 балам, деп айқайлады ол. Көзі шарасынан шығып, шашы жалбырап құлап бара жатты. Қайғылы көрініс басталды. Бірінен соң бірі, кішкентай денелер табылып жатты. Әуелі егіздің бірі. Қолында қоян ойыншық. Сосын екіншісі.
Одан кейін Әмина соңында аяулым қолында жанып кеткен ертегі кітабы. Соңғы деммен іні қарындастарын құшақтап жата кетіпті. Халық жылап жатты. Бір әйел: балаларын үйге қамап кеткен не сұмдық, деді ашу мен таңданыс аралас үнмен. Бір кісі: Құдай кешірмейді бұны, деді күрсініп. Сол сәтте Баян құлап түсті. Санасы тұманданып, көзіне бәрі бұлдырап көрінді. Тек айналада бір ғана сөз қайталанып жатты: анасы қайда болған? Ал Арман сол күні байланысқа шықпады. Телефоны өшіп тұрды. Ортақ болған қонақ үйден іздесе де, аты жөнін өтірік жазып кірген болып шықты. Ол ғайып болды. Баян жалғыз қалды. Жан азабы, ар соты басталды. 4 бірдей ақ кебінге оралған бала денелерін соңғы сапарға шығарып салып бара жатқанда, халықтың арасынан тағы бір дауыс естілді: балаларын сатқан ана. Баян жалт бұрылды. Жауап айтпады. Себебі ол енді ана емес еді, ол тек тірі өлікке айналған, кешірімі жоқ жүрек иесі еді. 6 бөлім. Қоғамның қаһары, ананың күйреуі. Жерлеу рәсімі тек рәсім ғана болды. Баян 4 баласын бірдей ақ матаға ораған күйде жер қойнына тапсырып жатты. Оның жаны, тәні барса да, жүрегі тола жан түршігерлік ауырлыққа толы. Халық жылап қайғырып жатты. Бірақ олардың көздерінде түсінбеушілік, тіпті кінә тағу бар еді. Баян қазылған шұңқырға қарап тұрып, қолын қысып ұстады. Өзімен балаларының соңғы сапарына бірге жүріп, соңғы рет олардың бейнесін көру, соңғы рет түкіріп қоштасу, бұл шын мәнінде азаптың ең ауыр түрі болды. Әрқайсысы өзінің кішкентай мұңды жүзімен анасына қарай қарап жатқандай елестеді. Өрттен кейінгі алғашқы күндері газет беттерінде Баян туралы түрлі ақпараттар пайда бола бастады. Бірі анасы балаларын үйге қамап кетіп, өзінің құмарлық сезімдеріне еріп кеткенін, екіншісі оның барлығы күнәлі байланыспен ашкөздіктің салдары екенін жазды. Бұдан да ащы сөздер жазылған мақала жарық көрді. Құбыжық ана. Әлеуметтік желілерде де бірдеңе іздеп тапқан адамдар оның барлық сын сынап, қиянатшы етіп көрсетті. Кешкі уақытта Баянды қоршаған үйдің алдында бірнеше жас жігіт тұрды. Әрқайсысы бір-бірімен күбірлеп сөйлесіп, жақындап келіп қарсы алдынан: жаңадан шыққан мақаланы оқыдың ба? Бұл әйел адам емес, деді бірі. Балаларын қалай қамап қалды? Қалайша? Деді екіншісі. Өрт болғанда неге кіруге тырыспады? Қазірде жазықсыз жазаланғанын айта алмай жүр, деп үшінші жігіт күліп айтты. Баян сыртқа шығып, олардың дауыстарын естіп, көздеріндегі жек көрушілікті сезді. Бірақ оны жамандыққа батыратын ар ұждан сұрағы болды. Ол әлсіз еді. Өзінің балалары үшін жауапкершілікті терең сезініп, өзі тастап кеткен күндері үшін тозақты бастан өткеріп жатқандай болды. Көшеде тек оның есімі ғана ауыздан ауызға кетіп, адамдар оны күнәлі деп айыптап, үрей тудырып жатты. Басқалар үшін ол тек жаңалық болды, ал ол үшін бұл өмір мен өлім арасындағы арастық. Аңсап жалғыз жүріп қалған. Ата-аналар балаларына ананың мәнін көрсетті. Бірақ бәрі тек жеңіл айыптаулар мен мұңның артына кетіп қалды. Арманды қайтадан ешкім көрмеді. Ол жоғалды. Кейінірек естеліктерде тек Арман есімі айтылады, бірақ оның шын мәнінде қаншалықты қатысы болғаны әлі күнге дейін белгісіз. Ал Баян үшін бұл сұрақтардың жауабы болмады. Ол соққыдан кейінгі күйреуден аман қалу үшін бәріне қарсы тұрды. Үйінің есігі алдын ала құлыпталды. Қоғамның қаһары мен өрттен кейінгі күйреу Баянның өмірінде бәрін жоғалтуға себеп болды. 7 бөлім. Күнә мен кешірімнің арасындағы жол. Қоғамның қаһары Баянды өз үйінің қабырғасына тығып тастады. Ол бұрынғыдай емес, жүрегі ауыр, көздері ақ құрған, сыртынан түк байқалмаса да, ішкі жан дүниесі құрдымға батып жатқандай еді. Үйі қаңырап бос, балалардың күлкісі, олардың шыңғырған дауыстары бәрі ұмыт болды. Енді бұл үйде тек үнсіздік пен жалғыздық билік құрып тұрды. Әр күн сайын таң атарда Баян өзінен сұрауға тырысты. Қалай мен осындай жағдайға түстім? Ешқандай жауап таба алмады. Әр күн сайын кешірім сұраудан шаршаған жүрек әлсіреген сайын, кешіруге дайын болмаған, бірақ өз ісіне өкініш білдірген жан рухани күйреуге ұшырады. Баян өмірінің ең ауыр кезеңін басынан өткеріп жатты. Оның ішіндегі ұйқысыз түндер, үнемі ойлаған ойлар, естеліктер мен айыптаулар оған тыныштық бермеді.
Бір күні түнімен ұйықтай алмай, терезеден қараған Баян сырттағы адамдардың даусының арасында өзінің ессіз күйреуін сезінді. Әрқашан кешірім сұрау, бірақ ішкі жан дүниесінде оған қарсы тұруға бел байлаған сезімдер болған. Жоғалған уақытты айыптау мен кінәні мойындау қиын болды. Бірақ бір сәтте оның көзі арманды іздеді. Сол беймәлім еркекті, оның жүрегіне от салып, бірақ соңында жоғалған еркекті. Оның болашағы бар ма еді, жоқ па? Баян енді сол сұрақтардың жауабын іздей алмады. Бұл өмірдің соңғы ауыр шындықтары болды. Ол өзіне әркез сұрақ қойып, оның жаны мен тәнін азаптап жүргенін сезді. Өзіне сұрақ қойды, кешірім сұрау мен үшін орын бар ма? Өткен қателіктер үшін өтемақы бола ма? Оның жүрегінде әрқашан арқа сүйеген балалардың бейнесі тұрды, бірақ оларды қайтару мүмкін емес еді. Бұл ішкі азапты ешқандай сөз немесе әрекет тоқтата алмайтын еді. Ол өз-өзіне қарсы күресуді бастады. Қоғам оны ешқашан толық кешірмеді. Қайта оның бейнесі тек бір қылмыс ретінде қалды. Күнделікті жұмыс істеу үшін есігін ашып, адамдарды көргенде, олардың жанарларында ешқандай түсіністік жоқ еді. Ол өлім мен өмір арасында жүрген, қателігі үшін күйреген әйел ғана еді. Баян жылаған сайын уақыт өтіп жатты. Әрбір жаңалықтар мен айыптаулар оған психологиялық ауыртпалық болып соққылап жатты. Бірақ ішкі жан дүниесінде қайтадан рухы жараланып, өз-өзіне сенімсіздік туған шақта, ол өзінің тағдырымен бетпе-бет келуді шешті. Баян өз-өзімен күресіп, қоғамның айыптауларын елемеуге тырысқанмен, жүрегі бірте-бірте күйреп бара жатты. Бір түнде балаларының бейнесі қайта-қайта көз алдына келіп, олар анасына қолдарын созып тұрғандай елестеді. Ол орнынан тұрып, балалар бөлмесіне кірді. Төсек те жоқ, ойыншықтар да жоқ, тек күйген еден мен түтін иісі. Бір бұрышқа отырып, басын құшақтап, айқайлап жылап, ақыры ащы күлкіге ұласты. Анашым, үйде отыршы, мен тамақ жасап берем деген аяулымның соңғы сөзі санасына жаңғырып, миын тіліп өтті. Сол түні Баян есінен айрылды. Енді ол ақылынан айрылған әйел. Ана емес, адам емес, жай ғана көзі тірі елес. Бір күні бәрі өзгерді. Есік ашылды. Бірақ енді Баянның көзқарасы бос, даусы тылсым, санасы мүлдем басқа әлемде. Көршілер оның күлмен ойнап, өліп кеткен қуыршаққа тамағыңды іштің бе деп сыбырлап отырғанын көрді. Дәрігерлер диагноз қойды, психологиялық шоқтан туындаған тұрақты ақыл есі ауытқуы. Ол енді жындыхана қабырғасында өмір сүретін, балаларға арнап бос бесік тербететін, қайғыдан жынданып кеткен бір ғана әйел еді. Құрметті оқырман, өмірден алынған шынайы оқиғалар ұнап жатса, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.